Жақында Өзбекстанда Ташкент қаласында болдым. Сол елдің мынандай заңы бар екен. Тері өнімдерін шикізат күйінде сыртқа шығаруға тыйым салынған. Тиісінше кластерлық даму жолы керемет қолға алынған, жақсы кожа өндіріледі, сумка тігіледі. Соның есебінен сыртқа экспорттайтын Өзбекстанның үлесі 11-12% құрайды. Ал біздікі 1-2%-ға дейін жетпейді. Ал біздің елімізде 16-17 тері өндіретін заводтар болса, соның барлығы шикізат күйінде шетелге кетіп жатыр. Кластерлық даму деген жоқ. Соның есебінен бізге дұрыс кожа, дұрыс тері жетпейді. Дұрыс тері жетпегеннен кейін біз дұрыс аяқ киім жасай алмаймыз. Осы бір кластерлық даму біздің елімізге жетіспей тұр. Ал біздің еліміздің импорттық көлемі 93-5%. Ішкі өндірістің дамуы өте төмен көрсеткіш деңгейде. Өзбекстанға Zara, Adidas ірі компаниялардың сертификаттарын алып, ішкі өндірісін дамытуды кереметтей қолға алған. Ал біздің